Сәлеметсіңдер ме достар, сіздермен бүгін 6 сыныптың математика сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қатынас. 16 есеп сөйлемнің мағынасы қатынас түрінде оқып жазыңдар. Бірінші. Әрбір үшінші тоты қыз жасыл түсті. Сонда 3-тен 1 бөлінген 3. Сонда 1-дің 3-ке қатынасы. Екінші. Гүлзардағы әрбір 12-ші гүл раушан гүлі. Сонда 12-ден 1 бөлінген 12. 1-дің 12-ге қатынасы. Үшінші. Әрбір 5-ші бала сары бала. Яғни 5-тен 1 бөлінген 5. 1-дің 5-ке қатынасы. Төртінші. Ормандағы әрбір 20-ші құс тоқылдақ. Яғни 20-дан 1 бөлінген 20. 1-дің 20-ға қатынасы. 17-ші есепке қараймыз. Кескінделген сынық сызықтың буындары ұзындықтарының мүмкін болатын қатынастарын жазыңдар. Біз мен жерге жазып алайық. А, В бізде 3 сантиметр. В, С 5 сантиметр. С, Д бізде 4 сантиметр. Бірінші бізде АВ ВС тең 3 бөлінген 5. 3-дің 5-ке қатынасы. Екінші. Бізде ВС, яғни мына ВС, сосын СД. Яғни бізде ВС 5 сантиметр, СД 4 сантиметр. 5-дің 4-ке қатынасы. Үшінші. Бізде АВ СД. АВ бізде 3 сантиметр. СД бізде 4 сантиметр. Яғни 3-дің 4-ке қатынасы. Енді бізде төртінші есеп. Төртіншісін жазайық. Төртіншісі бізде АД СД тең АД бізде, яғни А Д екеуінің арасы. Жазамыз біз жерге біз. АД бізде тең В
А, В қосу В, С қосу С, Д. Яғни міне А мен Д-ның арасы бізде А, В, С, Д. Бізде барлығы тең болады. Бізде 3 сантиметр қосу 5 сантиметр қосу 4 сантиметр тең болады 12. Демек бізде АД 12, СД 4. 12-ның 4-ке қатынасы. 5-ші есеп. 5-шісін шығарамыз. А, В, А, Д. А, В бізде 3, А, Д бізде 12. Екеуін қысқартамыз. 1 болады, 4 болады. Тең болады 1-дің 4-ке қатынасы. 6-шы. В, С, А, Д тең. А, Д бізде 12. В, С бізде 5 сантиметр. Демек 5-дің 12-ге қатынасы. Міне біз барлық мүмкіндіктерді жазып шықтық. Енді келесі есепті шығарайық. 18-ші есеп. Сыныпта 15 ұл, 18 қыз бар. Мына есепте берілген сандардың қатынастар қандай мағынаны білдіреді? Бізде сыныпта 15 ұл, 18 қыз бар. Енді шығарайық. Бірінші 15 бөлу 18. Яғни бізде 15 деген ұл, 18 деген қыз. Ұлдың санының қыздың санына қатынасы. Екінші 18 бөлу 15 тең. 18 бізде қыз, 15 ұл. Қыздың санының ұлдың санына қатынасы. Үшінші есеп 15 бөлу 18 тең. 15 бізде ұл, 18 бізде ұл және қыз, яғни барлығы. Ұлдың санының барлығының санына қатынасы. Төртінші 18 бөлу 15 қосу 18 тең болады. Бізде 18 қыз, 15 бізде ұл, қыз, яғни барлығы. Сонда қыздың санының барлығының санына қатынасы. 19-ші есептің біріншісі. Дәптерге қабырғаларының қатынасы 2 бөлінген 3, 7 бөлінген 4, 5 бөлінген 5 қатынасындай тік төртбұрыш салыңдар. Тік төртбұрыш қай жағдайда квадрат болады? Бізде А ұзындығы А, ені В. Сонда ұзындығының еніне қатынасы. Жазайық, ұзындығының еніне қатынасы. Бізде сонда мына жерде 2, 3 болады екен. В. В есепте бізде 7 бөлу 4. 7-дің 4-ке қатынасы. Демек бізде бұл жер 4, жер 7. Енді
с 5 бөлінген 5. 5-тің 5-ке қатынасы 5. Қабырғасы да 5, қабырғасы да 5. Тік төртбұрыш бізде қай жағдайда квадрат болады деген сұрақ қойылды. Яғни бізде с жауабы барлық қабырғалары бірдей болған кезде квадрат болады. 19-шы есептің екіншісін қарайық. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдерінің қатынасы А 5 бөлінген 4 бөлінген 3, В 6 бөлінген 5 бөлінген 3, С 7 бөлінген 7 бөлінген 7 қатынасындай. Тік бұрышты параллелепипедтің қай жағдайда куб болады? Енді бізде А есепте биіктігі қосылды. Бұл жерде бізде сонда А бөлу В бөлу С-ның қатынасындай шығады. Сонда бізде 5 бөлінген 4 бөлінген 3. Енді біз сызбасын сызайық. Биіктігі, ұзындығы, ені. Енді біз биіктігін 3 деп алайық. Ұзындығын 5, ені 4. Параллелепипедтің сызбасы осылай сызылады. Енді В бізде 6 бөлінген 5 бөлінген 3. 3, 6, 5. Енді С 7 бөлу 7 бөлу 7 қатынасы. Енді сызбасын сызайық. 7 7 7. Яғни барлық қабырғасы бірдей, бізде С варианты куб бола алады. 20-шы есеп қатынас түрінде жазып көрсетіңдер. Бірінші есебіне қараймыз. 5 бөлінген 12 қатынасының алдыңғы мүшесін 30 санымен алмастырсақ, қатынас өзгеруі үшін оның соңғы мүшесі неге тең болуы керек? Яғни бізде бес бөлу 12, 5-тің 12-ке қатынасы. Алдыңғы мүшесі 30. Сонда қарайық, 5-ті нешеге еселесек 30 болады. Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз 6-ға. Сонда біз 6-ға көбейткенде 30 болып тұр. Демек, 12-ні де 6-ға көбейтеміз. Сонда бізде 72. 30-дың 72-ге қатынасы. Бұл бірінші. Енді екіншісі 5 бөлу 8 қатынасының, 5-тен 8-ге қатынасының соңғы мүшесі 56 санымен алмастырсақ, қатынас өзгеру үшін оның алдыңғы мүшесі неге тең болуы керек? Жазайық. 5-тің 8-ге қатынасы
тең алдыңғы мүшесі бізде алмастырсақ, яғни қатынас өзгеру үшін оның алдыңғы мүшесі неге тең болуы керек? 56. 8-ді қанша еселесек 56 шығады. Демек 56 бөлу 8. Сонда біз 8-ді көбейтеміз 7-ге, 56 шығады. Демек бірде болу үшін 5-ті де 7-ге көбейтеміз, сонда 35. 35-тің 56-ға қатынасы.